Ешкімге ренжімей-ақ қой. Ренішті жібере сал. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар? Бүгін біз реніш тақырыбын сіздермен анықтайық. Реніш адамның миына қалай әсер етеді, адамның бойына қалай әсер етеді, адамның тәніне қалай әсер ететінін сіздермен бүгін талқылағым келіп жатыр. Негізінде мен рилста айтқандағыдай ешкімге ренжімей қойған абзал. Енді ренжімеу деген механизм ол мүмкін емес дүние. Адам міндетті түрде ренжіп қалады, өйткені оның ішкі дүниесіне тиетін сөздер айтылады кейде. Кейде сен өзің қорғансыз отырған кезде күтіп отқан адамдарыңнан келу керек бір қолдау келмей қалады. Кейде бір ол адамдардың дұрыс емес әрекеттері сені ренжітуі мүмкін. Кейде сөз ренжітеді, кейде көзқарас ренжітеді. В общем, адамды ренжітетін дүние көп. Біз ренжіме деген сөзді дұрыс түсінуіміз керек. Ренжіме емес, ренішті жібер, кешіре сал. Ренжисің, бәрібір ренжіп қаласың, бірақ сен кешіре сал. Айтайын ба не үшін? Өйткені ренжіген кезде реніштің эмоциясы, реніштің энергиясы деп айтайықшы, өте ауыр болады біздің миға. Реніш деген нәрсе ол бір өте салмақты дүние деп айтайықшы. Мысалы үшін сенің миың осы бір квартира болатын болса, 50 квадраттық квартира болатын болса, реніш деген соған бір 45 квадраттық диван қойып қойшы, или 45 квадраттық бір зат қойып қойшы сол жерге. И сен сол 5 квадраттың ішінде өмір сүресің де, қалған 45 квадраттың барлығында бір дәу зат тұрса, сен өмірің қолайлы бола ала ма? Сен сол үйге қонақ шақыра аласың ба? Сен сол үйге адам алып келе аласың ба? Сен сол үйді бір бездендіре аласың ба? Сен сол үйді бір өзіңді уютно, комфортно сезіне аласың ба? Егер сол үйде дәу 45 шаршы метр бір зат тұратын болса, кедергі болып тұратын болса, вот тура сол сияқты біздің мида да реніш деген нәрсе миды толықтай біздің зейінімізді толтырып тастайтын, біздің энергиямызды жұтып алатын үлкен бір қара нүкте болып тұрады. Байқайсыңдар ма? Біреуге ренжіген кезде ойың тек қана сол адам туралы болады. Сен миыңмен бүкіл энергия, зейін, бүгінгі күнге Аллахтан келген үлкен нығметтеріңмен сол ренжіген адамыңды асырап отырасың. Сен енді ол адамды асырамайсың, сен аузубиллахты асырайсың ғой ол жерде. Сол энергияның барлығы саған қарсы жұмсалады ғой. Неге үйтті екен, неге бүйтті екен, неге үйту керек еді ғой, бүйту керек еді ғой деген ойлардың ішінде жүрген кезде сенің қазіргі сәтің сенің жаныңнан өтіп кетіп жатыр. Негізі былай сырттан қарайтын болсаң, андай трезвый взгляд дейді ғой, айқын көзбен қарайтын болсаң, қандай саған тигізіп жатқан үлкен бір зияншылығы бар оның. Сен еще бір-екі күн ренжіп қоя салмайсың, бір-екі күн ренжісең ол мұсылмандық, бір-екі күн, 3 күннің ішінде ренішті жібере алсаң ол мұсылмандық, бірақ сен жылдар бойы ренжіп жүресің ғой. Значит, сен жылдар бойы сенің мақсатыңа арналған, сенің арманыңа арналған, сенің бүгінгі күніңді бақытты қылуға арналған нығмет энергияның барлығын, зейін фокустың барлығын прикинь қайда жұмсап жатсың? Сол ренішті асырауға жұмсап жатсың, сол эмоцияны асырауға жұмсап жатсың. А ол деген саған дәу толқын болып, саған қайттан кигізіліп жатыр, сені тревожкаға кіргізіп жатыр, сені орныңнан қозғалтпай жатыр, сені амалыңды жасатпай жатыр, сені жақсылыққа жібермей жатыр, сені дамытпай жатыр, арманыңа жеткізбей жатыр, өсірмей жатыр. Прикинь, төлемі өте қымбат, шілей қымбат дүние реніш деген нәрсе. Ренжисің ба? Я, ренжисің, бірақ тез жіберуге тырыс. Бүгін түнге дейін жіберіп таста. Өйткені қазақта не дейді? Адамның көңілі реніші шай орамал кепкенше дейді. Міне шай орамал кепкенше бір 5-4 минуттың ішінде ренжуді жіберу керек. Қалай жібереміз дейтін болсаң, онда ол адамды ақтап алуға тырысу керек. Сен де қателесетініңді түсін, максимально жақсы қасиеттерін айтып шығып жаз. Айтылмай жатса, миға кірмей жатса, конченый полностью болып тұратын болса, онда қағазға жазып шық. Оның адами қасиеттерін жазып шық. По-любому ол жақсы адам болып шығады түбінде, сен түсінесің. Сен өз миыңа ең басты түсіндіру керексің. Ол нәрсені жасаған күннің өзінде де ол саған күшті сабақ болды. Ол нәрсені жасаған күннің өзінде де ол сені өлтірген жоқ, ол сені ары қарай нақыштады, ол сені ары қарай өсірді. Біз неге ренжиміз? Өйткені біз ол адамның сол әрекетінің себебінен мен осындай халге түсіп кеттім, себебінен мен өліп қалдым деп ойлайсың. Жоқ, ол адам наоборот, ол жасаған іс-әрекеті сені өсіруі де мүмкін ғой, сенің берген көзқарасыңа байланысты ғой. Сол үшін реніш деген нәрсенің астында тәкаппарлық та жатады. Өйткені сен адамдардың сенің ойыңа сай болуын талап етесің адамдардан. Мысалы үшін сен айтасың, менің досым мынандай болу керек дейсің. Неге? Ол нұсқаулықтардың барлығы тек қана өзіңе айтылатын дүние ғой. Сен өзіңе айту керексің. Абдрашид, сен мынандай дос бол. Сен мынандай әрекеттер жаса достық болған кезде. Сен мынандай қылып махаббатыңды көрсет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Абу Бакр радиаллаху анхуға қандай махаббат көрсетті, қандай мейірімді көрсетті, міне сондай дос бол. Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қандай сыдық
сызықтықты көрсетті, сен де сондай сызықтықты көрсет. Міне осындай дұғалар жасау арқылы өзіңнің достығыңды нақышта сен. Саған қандай дос болатыны, ол оның Аллахпен мәмілесі емес пе? Міне сондай болу керек адам. Сондай формада өзіңмен сөйлесе білу керек. То есть сен адамдардан күтпе, сен өзіңнен күт. Сен өзің қандай дос боласың, қандай жігіт боласың, қандай қоғамға пайдалы азамат боласың, қандай тұлға боласың, өзіңнен талап етесің, өзіңнен беруге тырысасың и адамдардан күтпеуге тырысасың. Неге? Өйткені олар оның жеке мәмілесі, оның жеке Аллахпен мәмілесі и мұсылманның ең жақсысы кім дейтін болса, өзінің мұрнының өзіне қатысы жоқ дүниеге басын сұқпаған адамдар. Ал оның жеке Аллахпен мәмілесі саған қатысы жоқ дүние болып саналуы да мүмкін. Сол үшін ол саған бір жамандық жасаса ақтап ал. Егер ақталмайтын болса, енді соттасатын дүние болатын болса, ол жерде ол уже бөлек үкім. Бірақ дұрыс емес көз қарап қалды, дұрыс емес сөз айтып қалды, үйтіп қалды, бүйтіп қалды. Ақтап ал, ол сен досың ғой, ол сен бауырың ғой, туысың ғой. Ақтап алуға тырыс. Кешке дейін реніштердің барлығын жіберіп тастауға тырыс. Иә, ренжіп қаламыз бәріміз, болады ондай нәрсе. Бірақ сенің мақсатың кешке дейін жіберіп тастау. Неге? Өйткені жоғарыда айтқандай, қараса қандай сен өміріңмен төлеп жатсың ғой сол ренішке. Оно того не стоит. Вообще ондай құны жоқ реніштің. Сол үшін реніш деген бір рогатка сияқты ғой. Екі адам бір-бірімен реніш қылса рогатканы суылып тартып тұрады. Вот кім бірінші кешіреді, сол рогатканы жібереді. Босансиды, рахаттанады да. Түсіндіре алдың ба? Ренішті ұстап отқан, ренжіп отқан адамның өзі таяқ жейді. Өйткені ол өзіне қарсы күштерді қоса бастайды. Ол өзін өзі ұстап қатыға бастайды. Сондықтан кешіре сал. Кешіру әрдайым абзал дүние. Кешіре сал. Ол сенің ақыретіңе де пайдасын тигізеді, осы дүниеңе де пайдасын тигізеді. Миыңның дұрыс жұмыс жасауына да өте үлкен пайдасын тигізетін дүние. Кешіре сал, кешірімді бол.